Сәлем баршаға. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Қазір өзімнің бір күнімді көрсетейін деген едім ғой сіздерге. Менің ең кішкентай ұлым садикке барады 3 жаста. Соған осенний күздік поделка жасап алып келсін деп айтқан екен. Группада 30 бала бар, бірақ 10 ата-анаға күздігін, 10 ата-анаға кейін қысты күндігін, кейін 10 ата-анаға көктемдігін береді ау деймін. Сол біз бірінші 10-дықтың ішіне іліндік. Соны жасап әкеп берсін деген екен, осыны жасап отырмын. Кеше мынандай қылып картоннан крышасын, үйдің жандарын барлығын кесіп алдым картоннан, оны горячий клейменен барлығын жабыстырып шықтым да гуашпенен боядым. Мынандай гуаш. Одан кейін папамыз мынандай тал жасап берді. Сымнан, жұқа сымдардан жасап берді да, бұның сыртын монтажный скотч бар. Сол скотчпенен орап шықтық та, оны қоңыр цветке бояп қойдым. Қазір енді жасыл жапырақтар болған жабыстыратын боламыз. Одан кейін пенопласт алдым. Пенопласт алдым да жасыл гуашпенен оның үстін бояп шықтым. Жасыл гуаштың барлығы кетіп қалды. Мынау зубочисткалар. Забор. Бізде қазақшада шарбақ дейді ғой. Осылай жасадым. Мынау зубочисткалар. 3 зубочисткадан қойдым. Мыналар шпажки. Мынандай шпажкилардан. Бұларды да сол горячий клейменен клейледім. Енді қара цветке бояп отырмын. Сонда мына жерде былай үй тұрады. Үйдің қасына мына жерге үстіп талды қоямын. Одан кейін қызым қазір сатып алды 1-2 овощиларды. Соларды да жабыстырамыз горячий клеймен. Бұл садикке баратын балам 4-ші балам. 2022-де босанғанмын. 2 үлкенім садикке барған, бірақ енді бұндайларды сұрамайтын еді ол кездері. Поделка аналарды. 3-ші балам садикке бармаған. Үйде менің қасымда жүретін еді. Бұндай нәрсені өмір істеп көрмегенмін ғой. Бірінші рет істеп тұрмын. Адамның қолынан келген нәрсені басқа адамда жасай алады екен ғой. Басына түссе істейді екенсің. Кейін садикте ашин талдан түсіп қалған жапырақтарды жабыстырып алып келмеңдерші деген еді. Бұл анау қыстың несіне дейін тұрады группаның ішінде 2 айдай. Сол 2 айдың ішінде ол жапырақтар қурап түседі, шашылады, мусор болады деді. Соған осындай бір көрнекті, көзге көрнекті нәрсе болсыншы деп істеп жатырмын. Басында папамызға көрсеткен кезде көнбеген еді, кім істейді оны, қалай істейсің деп. Жоқ. Көз қорқақ, қол батыр деген әйтеуір қисық болса да істеп жатырмыз.
Ал міне краскілеп шықтым. Мен өзімнің рабочий зонама қарай өттім, магазиннің ішіне. Қазір қызым келді. Осындай овощи, фруктылар алып келіпті міне. Және мынандай еловый веточкалар алып келген. Мен қазір мынау талға оны жабыстыратын боламын. Ыстық кілеммен бірге, бірақ олардың барлығы мен бұлай отдельно мыналарын қырқып алып жатырмын. Өйткені мынау маған бұлай әдемі көрінбей қалайын деп тұр. Ыстық кіледе топқа қосып қойдым. Қазір мынаған тездетіп жаңағы қырыққан жасыл инелерімді жабыстырып шығамын. Мынандай бірдеңелер жасалып жатыр. Ары қарай кеттік. Міне. Қазыналарын бәрін жасап шығам. Мен бағанағы талды бітірдім. Тез бітіруім керек болды. Баламды садиктен алып кетуім керек болды да, өзім баратын болғаннан соң. Тез бітіріп, клейт етіп қойдым. Оны біраздан кейін көрсетем. Жаңағы қызымның алып келген асқабақтарын клейт еттім, жабыстырдым. Енді алдыңғы жағы бос болып тұрған сияқты болып тұр. Көңілім толмай тұр соған. Үйді қақтырып қойдым. Мына жаққа асқабақтарды қойдым. Талды и желудтарды жабыстырып қойдым. Қазір осындай болып тұр. Қазір түнгі саат 11 болайын деп жатыр. Бітірдік күзгі поделкамызды. Біраз өзгерістер енгіздік папамыз келген соң. Ал біздің өзгерістер қандай? Папамыз бізге міне отыратын орындық жасап берді темірден. Және андай әткеншек жасап берді. Міне осылай көрініп тұр. Міне осылай болды енді. Ертең азанда садикке алып барамыз, Құдай қаласа. Осылай балам өзі қолменен алып кірді, тәрбиешісіне берді. Ары қарай түсіруге рұқсат болмағандықтан біз түсірген жоқпыз топтың ішін. Осыменен бүгінгі менің видеом бітті. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.